أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Халқымыз арада тарихта сарғайтқан сан қилы дәуірлердің дүрбелеңінен қаншалық қауіп-қатерден аман өтіп, бүгінгідей өркениетке қол созу бақытына ие болуы әуелі бір Алла. Содан соң бабалар тілегінің сауапты шарапаты да болар. Бабалардан қалған осынау қажылық үрдісі кеңес дәуірінде біраз саябырсыса да, еліміз тәуелсіздік алғалы бері жалғасын қайта тапты. Тәуелсіздік алғалы қажылық парызын орындауға ықылас білдіріп, ыждахат етуші мұсылмандар тобы жылдан жылға еселеніп келеді. Қазір олардың саны бірнеше мыңға тарта болды. Алла, мінеки бізге Алла қуат берді, міне Мекке қаласына келдік. Бірінші келгенде біз Мәдинаға келдік. Мәдинада болып 2-3 күн Мұхаммед пайғамбарымның мешітінде болдық. Алладан тіледік. Ең бірінші негізінде елімізге тыныштық берсін, мына ислам дініне қуат берсін Алла тағала. Бізді осындай жерге жеткізіп, көмектесіп, әкеліп жатқан, мына жас қызмет жасап жатқан балдарға көптен көп рахмет. Солардың арқасында келіп жатырмыз, қалды. Өзіміздің бала шағамыздың арқасында келіп жатырмыз. Бұларға келу оңай емес. Ертеректе үлкендер көп деген шаршап шалығып келеді. Самолетпен келіп жатырмыз. Жеңіл көлікпен жүріп жатырмыз. Пендеде қанағат жоқ, бірақ соғанда бір сөздерді айтып салып жатамыз. Алла өзі кешірер. Міне келгеннен бері Меккеге келіп, Қабаға келіп, омра қажылық өтедік. Кеше өзімнің жолдасыма барып, омра Кеше өзім жолдасыма барып омра қажылық жасадым. Онан кейін Мәруа мен ненің ортасына қанша жүгірдім. Жаңсақтасып қалып, 8 айналып бір қаббанымен кеше айта берсең. Алланың берген қуаты, балдарымның арқасы, балдарыма рахмет. Балдарым қалай болар деп едім, жоқ мама барып қайтыңыз деді. Маған 3 жылдан берім бар деп еді. 93-те шешем бәрі, соған қарайладым. Сол кісі өткен жылы март айында қайтыс болды. Сосын енді басымды босатып келгенім. Негізінде балдарыма рахмет енді. Мен осындай жіберген балдарыма енді Алла бұйыртып атса, оларға рахмет. Күлмараш деген қызым бар еді, Рая деген қызым бар еді. Болат, Абай, Алмас, Жарас, Марат деген Алмас деген балдарым бар. Барлығына да рахмет. Мен осындай халға жеткізген. Мен оларға қандай жақсылық жасасам, олар менен де асырып жатыр. Пенсияға шыққалы Құдайға шүкір отырмыз сол балдардың арқасында. Қажылыққа негізі арманым еді, қажылыққа келу. Ата-бабаларым аяғы баспаған осы Меккеге бір келсем, қажылық істесем деп ойлайтын едім. Биыл бала шағаларым, ұл-қыздарым, келіндерім барып келіңіз деп жолға шығарып салды. Оларға көп-көптей рахмет. Осы келгелі бері барлық құлшылықтарымызды істеп жатырмыз. Ешқандай кедергі болып жатырған жоқ. Аман есен жеттік. Менің тілейтінім елімізге тыныштық, оттан, судан сақтасын, қасіреттен сақтасын, зілзаладан сақтасын, іннеттен сақтасын деп тілеймін. Бала шағаларыма да денсаулық, жолдары ашып істері оңғарсын. Алла тағала өмір сыйлаған немерелерім деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Осы жұлдыз айналайын, сен теледидардан ылғи жұмадағы жүздесуді үзбей көріп тұрам, өте ризамын. Сіз имандылық жолында осынша хабарлама дайындайсыз. Сізге көп-көп рахмет. Денімізге саулық, отбасымызға тоже амандық, саулық тілеймін. Осы Нұрқазақстан компаниясының Амангелді қажыға мыңда бір рахмет. Осынша адамның басын қосып, адамды алып жүру деген өте оңай емес. Әркімнің үйдегі бала шағамыздың бабын таба алмаймыз. Осынша бір топтың бабын табу деген оңай емес. Өте жақсы, барлығы жақсы, жатқан жерімізде жақсы. Қажылықтарымызды өтеп жатырмыз. Істеген ғибадатымызды Алла тағала қажылықтарымызды қабыл етсін деп тілеймін. Мекке қаласының ортасында
жын мешіті орналасқан. Жын мешітінің тарихы, яғни осы жерде пайғамбарымыз Хазреті Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Құран оқып жатқан сәтте жындар да келіп тыңдаған екен. Құран оқылып болғаннан кейін пайғамбарымызға жолығып, олар мұсылмандықты қабылдаған. Сол себепті осы мешітті жын мешіті деп атаған екен. Қазір біздің қазақстандық мұсылмандар осы мешітті келіп көріп, зиярат қылып, 2 ракағат намаз оқыды. Ал бұл мешіттен шыға бере біраз жер жүргеннен кейін Қадиша ананың қабіріне жолығасыздар. Қадиша ана пайғамбарымыздың сүйікті және ең алғашқы жары, ең алғаш мұсылмандықты қабылдаған Алла Тағаланың ең сүйікті құлы. Біз Аллаға мұқтажбыз ағайын. Олайсыз 1 секунд тұра алмаймыз. Сол алып отырған тыныс келмей қалса жаным шығып кетеді бізден. Сол тыныстың бағасы қанша тұрады? Як нафас хузуры дил сәдді тахт Сулейманы бил депті. Сулейман алейхиссалам алып отырған бір тынысын 100 жер шарының байлығына тең депті. 100 жер шарының қазынасына бір алып отырған тынысы емес ағайын. Bir күнде 24 мың тыныс аламыз, саатына 1000 тыныс аламыз. 2.400.000 жер шарының байлығын Алла бойыныңа қарыз қылып асып қойып отыр. Груз етіп қойып отыр. Пайдаланып тұрсын Алладан. Құдайға сейін десе, мен уақытым жоқ дейсің. Мекке қаласындағы тағы бір көрнекті орын Айша мешіті. Яғни аруақтарға умра қажылық жасаймын деген мұсылмандар осы Айша мешітіне келіп, тахарат алып, 2 ракат намаз оқып, Қағбаға қарай тәлбия айтып аттанады. Сөйтіп өзінің бұл дүниеден өткен марқұмдардың әрқайсысына бір-бірден умра қажылық өтеуіне толық мүмкіншілік бар. Ол үшін осы мешітке арнайы келіп, осы тахарат алып, ниет қылып, Қағбаға қарай аттанады. O'zbekistondan keldik, O'zbekistondan. Hamma yoqlari yaxshi, baydagi sharoitlar, boshqasi ob-havolari yaxshi. Hamma yoq tinchlik, hamma ehtiyojlar, masjidlarga borib, har bir namozlarda, jumalarda qatnashyapmiz. Men Makka Madinada turib Qozog'istonlik o'rtoqlarimizni, akalarimizni, qandash urug'larda, prezidentimizni, hokimlarimizni, mahalla oqsoqollarini hammasini sog' salomatlik tilayman, ishlarida rivoj bersin. Biz kelgan Makka Madinaga ular ham hamma qozog'istonliklar, oshnalarimiz, akalarimiz kelishini Allohdan tilab duo qilaman. Iloh amin. Hamisha tinchlik omonligini bersin ey Xudoyim. Hammamiz tinch o'laylik, sog' salomat bo'lamiz. Yurtlarimiz, Qozog'istonimiz, O'zbekistonimiz hammasi tinchlik, salomatlik tilaymiz. Hamma yurt, hamma tinchlikda, osoyishtalik bo'lsin. Alloh taolodan niyat qilaman. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 13 қазан күні Мәдине қаласына келіп түстік. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қабіріне зиярат етіп, сол жерлерде 3 күн болдық. Содан бері Мәдинада намаз оқып жүрдік. Өте жалғанның жұмағында жүргендей болдық. Одан кейін 17 күні Меккеге келдік. Меккеде Қағбаны көргенде өзіңнен ерекше көздің жасы тоқтамай кетеді екен. Біз жалғанның жұмағына кеп тоқтадық. Содан бері мінекей осы Мәккеде умра қажыны орындадық. Күнде 5 намазымызды Қағбада оқимыз. Жұма намазын Қағбада оқып жүрдік. Әл-Харам мешітінде. Енді үлкен қажылығымыз бар. Құрбан айтының алғашқы күндер одан бұрын болады. Сол уақытқа дайындалып жатырмыз. Алла жеткізсе, сол үлкен қажылықтан өтуге ниетіміз бар. Менің әкем осы Меккеге екі рет келген екен. Бір рет өз үшін, бір рет біреуді қажылыққа сұрағаннан алып келген екен. Мен әкемнен 2 жасымда қалған екен. Әкем күпісінің орап
төбемнен сүйіп отырады екен. Менің мауам бақытты болады деп. Мен шешем бертін өсіп қыз боп, бала шағалы боп жүрген кезімде айтқанда мен күлуші едім, қандай бақыт маған деп. Сөйтсем әкем дұрыс болжап кеткен екен маған. Міне өте баға жетпес бақыт осы деп ойлаймын. Иә, Алланың берген сыйын осылай өткізіп жатырмыз. Барлық қажылар осы бүкіл жер жүзінен келіп атқан бүкіл ұлттарды көріп атырмыз. Тілі басқа, түрі басқа ұлттардың бәрін көріп жатырмыз. Соның барлығы Аллаға құлшылық етіп атқан, Алланың барлығына, Алланың бірлігіне, Алла мақтау соған лайық екеніне көзім жетіп, мінекей өте толқып отырмын. Алла тек отанымызға, өзіміздің елімізге, Қазақстанымызға амандық берсін, бала шағамыз аман болсын, барлығымыздың да туған туыстарымыз әрқашанда осындай көңілді жүруге жазсын. Алла тағала, Алла акбар. Алланың игілігі, жақсылығы, Алланың ешіне болсын. Алладан мен сұраймын, мейірім есігін ашқайсын деп. Міне келгеннен бері сондай жақсы күйде, жақсы намазымызды оқып жүріп жатырмыз. Енді Алла тағала біздерге, елімізге, халқымызға, жұртымызға, туған туысқандарымызға, балаларымызға, немерелерімізге, шөберелерімізге Алла тағаланың дәулеті, игілігі, бақыты, аманшылық, әртүрлі арулардан сақтанудың әрқилы есіктерін ашқайсын. Және әр уақыт аманшылық, есендіктің есігін ашқайсын. Е мархабат есі, мейірім есі, есіркеуші есі, көмекшілерден ең жақсы Алла біздерді осындай өте қасиетті жерге әкеліп көрсеткеніне мында бір рахмет. Қажылыққа барған әр мұсылманның бірде-бір минут бос уақыты жоқ десек артық айтқандық емес. Өйткені Қағбаға, Әл-Харам мешітіне күндікке 5 уақыт намазға қатысса, сонымен қатар пайғамбарымыз жүріп өткен тарихи орындарды араласа, ал одан қала берсе күндікке бірнеше әруаққа арнап умра қажылық, яғни кіші қажылық, бәдәл қажылық орындайды. Яғни ол үшін өздеріңіз көріп отырған Айша мешітіне келіп, ғұсыл тақарат алып 2 рәкағат намаз оқиды. Бір күнде 3-4 әруаққа бағыштап умра қажылық жасап шығарған мұсылмандарымыз бар. Ал кетері кеткенше 20-дан астам әруақтарға осы умра қажылық жасап үлгерген қажыларды да көріп таңғалдық. Иә Алла, осы біз намазға жығылғаны 10 жылдан асты. Осы намазға жығылғалы бері осы арманым, осы мекенін бір көруге аңсап жүретім. Соны Алла тағалам өзі шақыртып, осы биылғы жылы келіп отырмын. Иә Алла, біздің елімізді, халқымызды, жұртымызды аман қылсын. Елімізге жақсылық мол байлық әкелсін. Одан кейін біздерге жаңағы өсіріп атқан бала шағаларымыздың аман қылып, солардың жақсылығын көрсетсін. Елімізді, халқымызды аман болып, барлық жақсылық болсын. Біздерге жақсылық беріп, абыройлы әбері қылып, ел ішінде қалқайтып, қалған өмірімізді жақсылықпен өмір сүргізіп, барлық жақсылық болсын. Не дейін енді, тағы да айтатыным, Қасиетті жерді бірінші рет көргенде қандай әсерде болдың? Қасиетті бір жерге келген кезде, жидаға келгенде бір өзің қорқыныш пайда болып, өзі қорқып, жылағың келіп, бір өзі бір қолдарын дірілдеп, бір қорқып, сондай мағынада болдық, сондай жағдайда болдық жаңағы жерде. Осы тәуіп жасағанда да сондай өзі қорқыныш, сондай жүректеріміз алып ұшып, осы сондай жағдайда болдық. Алланың жазуыменен осы мінекей атылым баспаған жерді басып, ризамын Аллаға. Бірінші осы Қазақстанымыз бақытты, осы бақытты мінекей көрмеген жерімізді көріп, көрмеген халқымызды көріп, 5 уақыт намазымызды оқып, ғибратының бәріміз жасап, мінекей осылай келіп отырмыз.
мұсылманның 5 парызының 1 парызы осы қажылық. Сол Алла бізге бұйыртып, осы қажылықты өтеуге Алла келіп отырмыз осы Мәккаға. Енді бұған айтатыным, Қазақстанымыз аман болсын, осы барлығы халқымыз аман болсын, бала шағамыз аман болсын, осы бәрі балаларымыздың арқасы. Балапандарымыздың бәрі аман болып, ұрпақтарымыз бәрі аман болсын, немере шөберелеріміз, туған туыстарымыз, осы тілеген тілегіміздің бәрі қабыл болсын. Енді айтатыным, осыған біз көрмеген жерге келіп, Амангелді қажының арқасымен Мәкка Мәдинаға келіп, айналайын, бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бізді қалай жолға салып, жүргізіп, ғибадатымызды айтқызып, бір ғұмра умра қажымызды өткіздік. Алла жазса, енді үлкен умрадан өтсек, Алладан рұқсат болса, Алла енді мұсылманның 5 парызының 1 парызын орындағандай болып қайтамыз, елге аман есен қайтуға нәсіп етсін. Алланың жазуымен биыл қасиетті Мекке Мәдина жеріне бұйырды келуіме өте бақыттымын деп санаймын. Өйткені Мәдинеде пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқып, пайғамбарымыздың жатқан жеріне зиярат еттік. Енді Меккеге келіп Аль-Харам мешітінде намаз оқып, умра қажылықтан өтіп, өзіміз діни борышымызды, парызымызды орындап жатырмыз. Алла қаласа, Алладан біз тілейтініміз үлкен қажылықтан өту. Бұнда жүрген әрбір күніміз, әрбір сәтіміз өзі үлкен бір адамға бір үлкен әсер беретін дүние. Бізді жетектеп алып келген осы арада компанияның бастығы Амангелді Ғайыпұлына көптен көп рахмет. Өйткені тек қана жол сілтеп, бізге бағдар беріп отырғаннан басқа, күнде біз шариғат естейміз, өзіміздің дінімізден көптеген мағлұмат аламыз. Өте тамаша бір адамдармен кездесіп, сол кісілермен сұхбаттасып, сол кісілердің айтқанын тыңдаудың өзі бір үлкен ғанибет дүние. Көптен көп рахметіміз айтамыз. Енді не тілейміз? Өзімнің тілегім, осы мінеки балаларым, ұрпағым осы жаққа келіп, ғибадат етсе екен деймін. 2006 жылы жолдасым келіп, осында келіп, қажылықтан өтті. Сонда келіп, мені ең арманым сені апарсам ет деді. Өзі келе алмады үйді, бірақ сол кісінің нұсқауымен мен Мекке келіп қалдым. Енді балаларым келсе екен деймін, ұрпағым келсе екен деймін, жүректеріне имандылық ұяласа екен деп тілеймін. Еліме тыныштық, еліме бақыт, елімнің өскендігін өркендей берсін деймін. Менке бұнда жүргенде Қазақстан десең, елдің барлығы үлкен бір ілтипатпен, үлкен бір сондай бір үлкен бір тамаша сезіммен қарайды. Менке ол бір мақтаныш емес пе? Еліміздің менке қандай екендігін бізді танытып жүрген секілдіміз. Елімізде алыс жерде болсақ та, бізге бір қанат бергендей, тірек бергендей, дем бергендей болып отыр. Елбасымызға рахмет, елімізге рахмет. Біздің мінеке қазір осында жүргенде тілегімізді тілеп жатқан көптеген көп рахмет. Еліме көптеген көп сәлем айтқым келеді. Енді не дейін енді? Осындай жақсы ниетпенен, жақсы көңілменен біз атқарып жатырмыз. Қиыншылық жоқ емес, бар, бірақ оның барлығы өтетін дүние. Барлық тамашаға біз жеткендей болып жатырмыз. Алла осы мінеке жетістіктерімізді қабыл етіп, Алла тілегімізді қабыл етіп, Алла аман есен елімізге оралуға нәсіп етсін деп.